Сәлем достар, сіздерге бүгін осындай өте дәмді, ерекше, құрамы қарапайым және де 7 минутта пісетін осындай пиццаның рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен осындай бір бокалға 175 грамм жылы суға 1 шай қасық шекер және 1 шай қасық дрожжды салып, қасықпен араластырып, бетін жауып 5 минутқа қоя тұрамыз, бетіне көпіршіктер пайда болғанша. 350 грамм ұнымызды ыдысымызға салып аламыз да, 5 минуттан кейін көпірген осы дрожжи мен суымызды құямыз. Және 25 грамм сұйық майымызды және жарты шай қасық тұзымызды салып, жақсылап жұмсақ тесто илеп аламыз. Осылай илеген соң бетін жауып, тындырып қоямыз 30 минутқа. Тестіміз көтерілгенге дейін осылай сырымызды үккіштен өткізіп дайындап аламыз. Колбасаларымызды да кесіп дайындап қоямыз. Және де соусына келетін болсақ, мен майонездің орнына қаймақ қолдандым. Бұл асқазанға ауыртпайды, сондықтан қаймақ қолдандым. 5 ас қасық қаймақ және 3 ас қасық кетчуп салсаңыздар өте керемет соус шығады. Тестіміз осылай әп-әдемі болып, үп-үлкен болып көтерілді. Осыны екіге бөліп, 2 пицца дайындаймыз. Тестімізді осылай кішкене жайып аламыз да, жоқалтамын. Сосын протеинімізді майлап аламыз да, тестімізді жая қоямыз. Сосын вилкамен кішкене тесіп шығам, жақсы пісу үшін. Бірақ өте тез піседі, өте күшті піседі, сондықтан саспай қойсаңыздар болады. Осылай колбаса, сырымызды қосып, құрттайдан қостым сырды. 220 градуста 7 минутта дайын болады. Мен деген 5 минуттан кейін алып, үстіне сырдың қалған көп бөлігін сеуіп шығамын. Сырды осылай үстіне салғаннан кейін, қызып тұрған пешімізге тағы да 2-3 минутқа қойып аламыз. Өте керемет, кәдімгі пиццериядағыдай пицца болып шығады, жасап көріңіздер.